Ассалаумағалейкум қалың қырғыз. Аман ба балашаға малың қырғыз. 8 қазақ кек балдық Сарыарқадан деген соң сахнаның сәнін кіргіз. Тоқтағұлдың мұрасы телегейдей, біз соның тұнығына қанып жүрміз. Манас күн Тоқтағұл ай болған кезде, айтматып аспаныңда жарық жұлдыз. Кешегі Барыс ханның заманында басқадан биік еді бағын қырғыз. Құрман жандай бір қыздың тағдырынан қырғыздың тарихын біз танып жүрміз. Манашы Саяқбайдың сара жолын жалғады неше түрлі дарынды ұл-қыз. 1 миллиард Қытайды тамсандырған Манашы Жүсіп Мамай шалың қырғыз. Атамның қазасына көңіл айтам, алғайсың ықыласымды қабыл қырғыз. Ассалаумағалейкум Елмирбегім, сенде мынау айтыстың дәмін кіргіз. Мен қырғызды мақтайын тіл жеткенше, сенде ырлап жұртыңның жанын кіргіз. 4 қазақ төбемізге көтермесек, Тоқтағұлдың тойында нағып жүрміз. Бәрекелді. Дінімді Алла менің ұлық қылды, түбімді тегі мықты түрік қылды. Төртеу түгел бірлігім бекем кезде, Азияда даңқымды биік тұрды. Алтауала ынтымақ кеткен кезде, ібіліспен араға бүлік кірді. Құрманжаның құрылтай өткізбесе, Қоқаннан қырғыз сағы сынып тұрды. Орманхан Шабдан менен Қарабәйтік ынтымақ керектігін шынық тұрды. Орыстың ақ патшасы Зеңбірекпен бізді өзінің отары қылып тынды. Орыс бізді әдейі арандатып, қазақ қырғыз бір-бірін қырып тынды. Ол аз болса руменен 100-ге бөліп, сыртымыздан сақылдап күліп тұрды. Жамбыл мен Тоқтағұлдың достығы, Жамбыл менен Тоқтағұлдың ежелгі елдің кегін ұмыттырды. Өйткені Тоқаң Жәкең тек тақындар елге бірлік керегін біліп тұрды. Сыз боп қалған өкпені тарқатты да, мұз боп қалған жүректі жібіттірді. Тірі кезде Тоқтағұл өмір бойы татулық берекені үгіт қылды. Өлген соңда мінекей мерейтойы қазақ пенен қырғызды біріктірді. Бәрекелді, бәрекелді. Елмирбек, жүрмісің аман есен Елмирбегім. Жақсы көрген досымсың сен бір менің. Қазақ десе көңілің тап-таза ғой, қырғыз десе ниетім мөлдір менің. Әуелгі жұп Алым мен Нұрмат болды. Силас айтыс жасады, ең бір керім. Серік пен Амантайдай шалдар шықты. Майлабап кеуіп қалған кендірлерін. Одан соң Жеңішбек пен Айбек шықты. Әніне сап кешегі желдірменің. Балбаңдап сағынаға зорға жеттің. Осыма досым менің жөн білгенің.
Қорбаңдаған қазақтың аюына қырғыздар шығарыпты пингвиндерін. Barakeldi. Barakeldi. Sürüp oturmuşlar. Emkiler jolun joldoso, ertegilerdin adatın, Kazağım gözdün karası, kaykısam çalgın kanatım. Men to bolsam sen tala, men Bişkek bolsam sen sava, men tegirmen sen para, men tavakmın sen çara. Oy men at bolsam sen çana, men ata bolsam sen bala. Sağa or gezde men жүргөм, maga or gezde sen gana. Bирок men özüme özüm işenem, özüңдүң özüң ая sen, özüңдүң özüң sen balay. Barakeldi. Emin azırkı menen andağı, asman menen jereken. Bir gezde periştedey kazaktın peyilderi gen eken. Atı çok gelgen tokomon, at jakşısın mingizip. Tonu tozgon tokomo, ton mıktısın giygizip. Bol joldu жерден жеткизip, бордоштугун билгизип. Ай билбейм азыркы кез болгондо, курдайдан кармап алышмак кууратып жагызмак. Кустанайдан кармашмак, кууратып шорун кайнатмак. Kurtonun sıyırıp jonunan, kurutup kayran aydaşmak. Semeyden karma alışmak, sel kılıp yaşına kızmak. Kıyıtpay canga budalap, kayra kızılcarga kuvalap. Anan kalın jonu çapkansıp, kat kırıp turmak uralap. Barakeldi. Emin asılım benim balgın bek, bирок sen orijinal kazak ekensin. Kalganları göçürme, oşonduktan aytarım, bağladım seni sözüngde. Kaçanda bolsa sözüngdün kayratına baylanam. Kaşkaygan tunuk möltür bir aybatına baylanam. Tok toğuldu estetken senin topundan bağrım aynalar. Barakeldi. Dem berip, sürüp, kolda oturmuşlar matı konukta.
жылдам тоқтап қалды. Bir мылтығың маған қарай оқтап қалды. Бұрынғы қазақтарды мақтап қалды, қазіргі қазақтарды даттап қалды. Қырғызға қазақтардың көңіл адал, баяғы татқан дәмді ақтап қалды. Қазірде қырғыздарды сыйлаймыз біз. Көңіліндей көреміз әппақ қарды. Мысалы Бәкиевің қашқан кезде қазақтар ұшақ жіберіп сақтап қалды. Солай болар ме қазағың ел болмаса, етектен кесіп алып жең болмаса. Еркелеп қырғыздарға келерін медім, Бішкекте құшақ ашқан төр болмаса. Елмирбек досым деп мақтап отырм, Балғынбек сахнада қор болмаса. Келе салып досына тиісіп жатыр, Балғынбекке Елмирбек сор болмаса. Қонағына қобызын сыйлайтұғын, алы шықпады ғой ең болмаса. Баракелді. Емес ғой қырғыздардан артық жүлдем. Қырғыз қазақ достығын әркім білген. Байқаймын бізге нешек қонақ болған. Елмирбек елге ренжіп қайтып жүрген. Биыл ғана Нұрағаңның туған күні. Қазақстанға келіп бұл балқып жүрген. Елбасының туған күнін тойлаймын деп Шамалғанда 4 күн бойы шалқып жүрген. Қырғызғанын төңкеріп қуып тастап, Арнауын біздің қанға айтып жүрген. Başkaca çıktı gepterin, Balğınbek kanday oyloysun. Kazakta bilbeyim özündü, Kırgızga gelsen toyloysun. Жақшылық қылған елемдеп, Жаманды жақшы болжойсың. Ырас айттың Балғынбек, Кыргыздын қанқорларын қолдойсың, да қадырдуларын қордойсың. Баракелді. Көрсөң анча-мынча нерсени, Бакем ақындық деп жүріптір. Бакиевті қорғағаным батырлық деп жүріптір. Мындай сөзім борумдум, бұл қырғыз қайдан біліптір. Сен үшін болса қуаныш, қорғағаның ошоны қырғыз ел үшін күйіттір. Баракелді. Емің ал жағы болсаң өзінче, айтайын сөзді жақшылық. Өнер деген нерсенің өткөргөн бізге тапшырып. Біз тоқтоғылды даңқтайлы, тоқтоғылды барқтайлы. Санжырғасы дой тоқоңдун, сарттардың чақырынан бір төрөлгөн экен ботаян, ботаяндан атаян. Нарбаладай уул
çıkkan atayanday atadan, Arbaladan Toksonbay, Toksonbaydan satılgan, Ulu Toktogul ardağı jurtun atagan, Kazaktan ağa teң gelse gelet azırak, Suyunbay Jambыл kaçagan. Emi jakşı konuk degen, jakşı koңшу degen bar. Alınça kazan asılat, bирок ар жакта турган коңшусун ар күнү кел деп чакырат. Жаман коңшу деген бар, тасмалы турат титиреп, бирок эшигин ичтен бекитип, эч кимге бербейт битиреп. Ай эмине болбой төмүрдөн албайм деле көңүлгө, түшүндүң окшойт эстүү жан, мен айттым кимдер жөнүндө. Barakelde. Ақынға кінарттың ау даладағы, қалай айтат қырғыздың балалары. Жауызды сақтап қалдың деп айтатын, тағылған ауыр екен жалалары. Патшаң пана сұрап келсе пана берді, қазақтың Нұрсұлтандай қаранары. Көшпенділер тарихын білмейсің бе? Бауырым қардың басын қаралады, және де ханның басын хан алады. Шындықты тарих ертең анықтайды, көп емес пе бұл қырғыздың даналары? Қашып кеткен қарақшы табылады, халықтың қолыменен сабалады. Кеткен хан кете берсін, елде қалған қалың ел өз патшасын қоя алады. Екеміз осылай кеп айыптассақ, сыйластық арадағы жоғалады. Мен білетін қазақ пен қырғыз елі бір-біріне тек сүйеу бола алады ба? Тоқтоғұлдай толғасам да, Жамбыл жырын жалғасам да, қырғыз қазақ осылай кеп айтысайық андасам да, нананы қырғыз әніне салам ей. Тілімізде, дінімізде ұқсас біздің түрімізде, сүйеу болып жүрейікші бірімізге нананы. Тұрса дала тауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қалады. Бауырым сені түсінбедім неліктен, ғайбат айтқан жарамайды бой. Ай. Ғайбат айтқан оттой болып, жаһанамда шоқтой болып жанадай. Тату болып көршілермен құшақтайын, келші бермен жауластырмақ, жаушылардан елдестірмек елшілерден нананы.
Sözümнің төсін мәніне Қырғыз қазақ егіз еді, домбыра мен қомыз еді, Алатауды жаңғыртатын тарихымда егіз еді, нананы. Тұрса да Алатауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қалады. Тұрса да Алатауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қалады. Қырғыздардың жорғасы екен, Балғынбек қазақтардың молдасы екен. Екеуміз биіктікті сөз етейік. Алатау Тянь-Шаньның жалғасы екен. Ала деген атау көп қырғыздардан. Ағайын көңілге оны алмас екен. Ала Арша дейтұғын ұлттық парк, тамаша табиғаттың таңбасы екен. Ала Бұқа ауданы шалғайдағы, қырғыздың алтын шыққан қамбасы екен. Ала Шапан өзбекті өз ағамыз, ала көзбен қамбаға салмас екен. Ала Мұдин ауданы іргедегі, Алмасбек ханың туған ордасы екен. Хан мен халық, қасқыр мен алабайдай, бұдан соң ырылдасып қалмас екен. Алатаңнан еліме дұға қылдым, алақанын ешкімге жаймас екен. Тауым ала болса да, жерің ала, ешқашан елім ала болмас екен. Баракелді. Сөз бар. Баракелді. Айланайым борым сенің айтқан бір ғана аңырың, нананей. Тоқтоғылдың ұрпақтары бұға това деп азыры қарадей. Geçegin avay Jambılдың ұрпағы оғуда еміне болып барадей. Баракелді. Мен салған овон мауыл ғой, ошол тоқтоғылдың овону. Тоқтоғылдай ақынды тоқтоғылдың тойында бір ескеріп қойбай бұл біз қойса ошондо жакшы болобу. Алты жыйын топ болдуң, алты дуван топтолдуң, алты дуван топтолуп, асылың керез айткан бир мынан ардагың токоң жоктолду. Жети дуван топ болду, жети жыйын топтолду, жети жыйын топ болуп, мында жетигиңе токоң жоктолду. Ошоң арыбаган атта жок, чирикин карыбаганы жашта жок, жай жайында калышкан жаралган эч бир затта жок. Акындар кыргыз казактай ааламда башка калкта жок. Акындар айткан асыл сөз ошоң акыйкат ар бир башта жок. Алтын эр ар бир атта жок, алмадаң ар бир шакта жок. Алтан акын токомдой ошоң ар замандай накта жок. Ал эмиң акыйкат калыс кемеңгер аттың арада болсо башта жок. Баракелді. Жетигиң токоң сайраган, анын булбулдай мукам үнүнө ошо
болбой таң калган. Чайкаманы чалганда анан чар топулар жарданган. Ушундай болбой калдык деп талайларың арданган. Кайран ошол асылдан азыр урпактары чыгышып, убайын элдер көрүшүп, алдына чыгып калкынын ак таңдай тилин эритип, бардыгы бул кезде турса чогуду бой, чирикин жүрөккө кетет эритип. Еппали. Эй, Сұрып тұрыңыздар, дем беріп тұрыңыздар. Балғынбек Имаш, Элмирбек Иманалиев. Мен бұрайын Элмирбеге, Ейді. назарыңды қалай тілдейсің, қазағымды қайлайлым, қайлайлым. Нананей ол қырғыздың, ән емес пе, қалдыңыз ба танымай, өз әніңді қайлайлым. Қырғыз әнін нананей, оны салса Балғынбек деп отыр ғой қазақтар, кімге тартып барады? Айналайын Элмирбек, бастағалы айтысты, айтқан сөзің жала ғой. Қайлайлымге салайын, енді риза бола ғой. Қайлайлым. Қолды соққан рахмет, қырғыз елі. Қызғалдақтай байрағың қырмыз еді. Қайлайлым. Тоқтоғылдой бабаңа, жасап жатқан құтты болсын тойларың, 150 қайлайлым. Епаракелді. Уақытты үнемдеңіздер. Алатауда сұңқардай саңқылдап тұрған қырғызым, бәйгеге түскен тұлпардай қарқындап тұрған қырғызым, Ақайыптың кезінде құдалықтың сыйымен аңқылдап тұрған қазағым, Бакиевтің кезінде Әндіжанның биімен қалтылдап тұрған қырғызым, Құрманбектің орнында құрмандан датқа секілді розасынды апам кеп аршындап тұрған қырғызым, Алмасбектің кезінде алмас қылыш секілді жарқырылдап тұрған қырғызым. Қайлайлым. Айта берсем көп болады, неше түрлі кеп болады. Қырғыз қазақ қашанда әуезовпен мақтанат, Айтматовпен мақтанат, Шахановпен мақтанат. Бауырлардан айналдым, ақпейілін ақтарат, арулардан айналдым, шеттерінен ақтамақ. Бабам қырғыз айтқандай, бөлінгендер жоқ болады, бөліскендер тоқ болады. Қайлайлым. Епаракелді. Элмирбек Иманалиев, Балғынбек Имаш, қол чабылар. Мына айтыш. Элмирбек Иманалиев, Балғынбек Имаш, қол чабылар. Айтыш деп ушын айт. Аны уақытта көп шылтабаш керек. Ошол кичинекей убакытты да пайдаланганга аракет кылыш керек. Анан эми кече ачыла албай калып деген нерседен канча маселен күлүк чапкандай эле да, аттар канча көп болгон сайын ошонун кайсынысы алдыда кайсынысы артта келатканын киши көрүп жетишпегендей эле, канча акындардын саны көп кезде кээ бирөө байкалбай өз упайын албай калат, татыктуу баасын.
Маселен кече Айбек Калиев менен айтышканда менин упайым 87, аныкы 82 болуп калганда өзүмчө кичине туура эмес көрдүм. 87 кылып эле тең деле кылса болмок. Биринчиден енді бүгін екінші айналым іріктеліп шыққан, 4 ақын шыққаннан кейін енді әрине кешеге қарағанда сөзі жинақталған бір ел әлгі тау мен тау соғысады деген сияқты ел күткен ақындар іріктеліп келіп кесек ақындар бір-бірімен кезектесіп шығып жатыр. Осы бірінші айтыс басталғаннан Алы мен Нұрматтың айтысы тамаша басталды. Сөйтіп бүгінгі айтыстың ешқайсысы төмен деңгейде бола қойған жоқ. 4-ші жұптың алған ұпайлары менен таныштырып өтөлү. Балғынбек Имашев 90 ұпай. Элмирбек Иманалиев 90 ұпай. 90 деген ұпай менен Элмирбек Иманалиев, Балғынбек Имашевтар. Жеңишбек жакшы салмак менен токто